Сәлем достар, ойлантап квиз каналына қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен мынадай ойын ойнайтын боламыз. Бұл қай елге тән белгі деген, яғни қай ел неге маманданғанын білетін боламыз. Мысалы, қазақтар десе, бірден ойымызға 5 бармақ түседі, ал өзбек халқын атаса, бірден палау түседі, сол сияқты. Бұл жалпы ойынымыз 15 сұрақтан тұрады және ойлануға 5 секунд уақыт беріледі. Бұл ойын сіздерге ұнайды деген үміттемін. Ойынымызды бастамас бұрын каналға жазылып, лайк басып, колокольчикті басуды ұмытпаңыздар, себебі бұдан да қызықты видеолар түсірілетін болады. Ал ендеше бірінші сұрағымыздан бастайық. Круассан қай елге тән болып табылады? Франция. Үйеңкі қай елде көп кездеседі? Канада. Тіпті бұл елдің туында да үйеңкі белгіленген. Ал қызғалдақтың отаны қай ел? Әрине, Голландия. Суши қай елден шыққан? Жапон асханасының өнімі. Паста Италияның асханасының өнімі. Пицца да Италия асханасынан екен. Суретте көрсетілгендей медицинаның түрі қай елге тән? Инемен емдеу ол Қытай медицинасына тән. 5 бармақ қай елге тән? Қазақстан. Палау қай елге тән? Өзбекстан. Айфон қай елге тән? Қай ел шығарады? Америка құрама штаттары. Toyota Camry'дің өндірушісі қай ел? Жапония. Косметиканы шығаруға маманданған ел? Корея. Банан қай елде көп өсіріледі? Эквадор. Киімдерді шығаруға маманданған ел? Түркия. Сүлгі және жамылғыларды шығаруға маманданған ел? Жауабы Түркменстан. Достар, бұл біздің ең соңғы сұрағымыз болатын. Ойын сіздерге ұнады деген үміттемін. Ойынымыз ұнаса, каналға жазылып, лайк басып, қанша балл жинағаныңызды комментарийде жаза кетіңіздер. Каналыма тіркелген әрбір адам үшін алғысымды білдіремін. Каналға жазылу сіздер үшін қиын емес, ал мен үшін өте үлкен мотивация. Келесі видеоларда қандай видеоларды көргілеріңіз келеді, комментарийге жаза кетсеңіздер болады. Ал ендеше қош сау болыңыздар, келесі видеоларда кездескенше.